Сәлем бердік баршаңызға тағы бір ою түрі, яғни A4 қағазын осылай 4 кәдімгідей үшбұрыштап қимай жай ғана осылай 4-те ғып бүктей саламыз. Бүктей саламыз да осылай оюымды сызып басадым. Мен негізі мына жерде видеоларды қырқып жылдамдатып жатырмын сызылған. Жалпы оюды сызған кезде жарты денесін көрсеңіздер болды ғой деп ойлаймын. Жарты денесі сызылып көрсетілсе, сіздерге түсінікті болады. Әрине мен әр видеомда маркермен бастырамын, чтобы видеода жақсы көрініп тұруы үшін. Енді міне оюдың жарты денесі пайда болды. Қазір бүтін денесін көру үшін қырқамыз. Әрине қиып аламыз қайшыменен. Қайшымызды баяу ұстап қиып аламыз. Бұл кезде енді кішкене көлемдірек ою шығады. Жалпы бұл менің ойларыңыздан, көңілдеріңізден шығып жатса, әрине каналға жазылып кетуді ұмытпаймыз. Каналға жазылып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Алда көптеген. Көбінде мен күрделі оюдан гөрі шағын оюлар салуды жөн көріп жүрмін. Өйткені күрделі оюдарды адамдар көп қолдана бермейді деп ойлаймын. Арасында дегенмен де күрделі оюлар салуға тырысамын. Бірақ көбінде шағын оюлар салуға тырысып жатырмын. Мінекей біздің оюымыз қиылып болды. Жарты денесін көріп отырсыздар. Қазір бүтін денесін көрсететін боламыз. Мынау жалпы сыртқында қолдануға болады. Сыртын жалпы оюды көрсететін болсақ, мынадай әдемі ою үлгісі пайда болды. Игіліктеріңізге жарасын. Тағы да айтамын, каналға тіркеліп кетіңіздер. Игіліктеріңізге жарап жатса, мен қуаныштымын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, тіркеліңіздер. Комментарий жазыңыздар, жалпы бұл ою қалай шықты деп ойлайсыздар.